Кайырлы күн баршаңызга. Мен сиздермен бүгүн куурулган түшпаранын рецебимен бөлүшетін боламын. Ол үчүн сууга жакшылап кайнатып пысырып алган картопубузду осулай жакшылап эзип аламыз. Үстүнөн кара бурч пен татымына карай туз костум. Эгерде ар ким өзүнүн каалабына карай аз көк, пияз, жуа коссоңуздар болот. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді, қытырлақты болып шығады. Кез келген қонағыңызға дәмді етіп ұсына аласыз. Картопымызды араластырып болғаннан кейін, алдын ала дайындап қойған ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды, жұмыртқаларымызды, оның үстінен суға тұзымызды араластырып, қосып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай сары түске еніп шығады. Қамырымыздың июі қанғаннан кейін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алғаннан кейін осылай жинап аламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша үлкен, кішкентай формада жасағыңыз келгеніне қарай қамырымызды кесіп аламыз. Менің өзіме осындай кішкентай форма ұнайтын болғаннан кейін қамырымды майдалап кесіп алдым. Менімен бірге жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді, қытырлақты қуырма түшпара пайда болады. Алдын ала ыдысымызға қағаз сүлгімізді қойып, осылай түшпарамызды түйіп аламыз. Түшпараларымызды жақсылап түйіп осылай орналастырып алғаннан кейін, алдын ала қызып тұрған майға бір-біреулеп салып, екі шетін аудара отырып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Егерде менің рецебім ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Мен сізді YouTube каналымда күтетін боламын. Келесі YouTube каналымда кездескенше сау болыңыз.